Ассаламағалейкум достар. Мен бүгін сіздермен экскаваторды қалай тез үйренуге болатындығы туралы айтам. Және өзімнің көп жылдық стажымен бөлісем сіздермен. Біріншіден осы экскаваторды үйренсем, білсем деген ниеттеріңізден қайтпаңыздар. Алла қолдарыңызға қуат берсін. Экскаватор ол ауыр техникаға жатады. Ол бастапқыда кішкене қорғалау, қорқыныш болуы мүмкін. Сіз өзіңіздің бірінші қорқынышыңызды басыңыз. Бәріне көз жеткізіп, кабинаға отырғаннан кейін кілтті қосамыз. Алдыңызда компьютер тұрады, экран тұрады, экранда бәрі көрсетілген. Бәрі дұрыстығына көз жеткізгеннен кейін оталдырасыздар. Әр техникада әр түрлі. Кейбірісінде кнопкамен болады, бізде кілтпен бұрап оталдырамыз. Міне алдарыңызда көрсетіп тұрғандай экранда бәрі көрсетіп тұр. Гидранікі, соляркінікі, содан кейін судыкі. Оң жақтан міндетті түрде старттың қасында, статор оталдыратын кілттің қасында газ сол жақта болады. Ол қолмен, ручной газ дейді. Қолмен бұрап көтересіздер. Ол 10 бөліктен тұрады. Бұрайсыздар 10-ға дейін. Газдың көлемі бастапқыда 8-7-ге қойсаңыз болады. Қолыңыз өз жылдамдығыңызға байланысты қойып аласыз. Сол жақ тізеңіздің жанында замок деген тұрады. Ол экскаватордың бүкіл қимылын ашып қосады. Міне қызылмен көрсетіліп тұр. Көтерсеңіздер қосылады, бассаңыздар өшеді. Тоқтатқан уақытта осыны басасыздар, қосқан уақытта көтересіздер. Ол сақтық үшін сол жерге қойылған. Достар, міндетті түрде айырып қосқышқа қатты көңіл бөліңіздер. Ол бізде бәрі рычагпен тұрады. Сол үшін кішкене тиіп кеткеннен қозғалып кетпес үшін тоқтаған уақытта, кішкене тоқтаған мезгілде міндетті түрде замокты жауып қоямыз. Айырып қосқышты өшіріп тұрамыз. Қозғалып кетпес үшін, бірдеңені соғып кетпес үшін, бірдеңені бүлдіріп алмас үшін. Замокты қосқаннан кейін біздің оборотымыз 1200-ді көрсетіп тұр. Ол рабочий оборот, жұмыстың обороты. Холостой оборот, жай оборотымыз 800 болып тұрады. Ручник қосқанда ол 1200 болады. Сіздің алдыңыздағы екі көрініп тұрған мына екі қара рычаг, ол экскаватордың екі аяғы, екі күйсінсасы. Алдыға итерсеңіздер, екеуін итерсеңіздер жүреді, біреуін итерсеңіздер бір жаққа ғана жүреді. Алдыға, артқа 4 бағытта ол. Кішкене үйренгеннен кейін аяқпен басқара бересіздер, басында қолмен басқара берсеңіздер де болады. Біреуін бассаңыз бір жаққа, біреуін бассаңыз бір жаққа. Қай жаққа жүретініне көз жеткізіп алғаннан кейін солай ыңғайына қарап алдыға, артқа жүре бересіздер. Мына жерде тасбақаның суреті тұр, мына жерде қоян тұр. Бұл 3 бағыттан тұрады. Біреуі тасбақа, бірінші жай жүріс, екіншісі қоян, үшіншісі ол қоян мен тасбақа. Үшіншісіне қойсаңыздар, шамасы келмейтін болса тасбақамен жүреді, шамасы келетіндей болса қоянмен жүре береді. Алттағы экранға қарайтын болсаңыздар, сол жақта шетте төменде С деген әріп тұр. Ол оборотты көрсетеді. Ол 3 неден тұрады? 3 обороттан тұрады. П, содан кейін С, содан кейін Е. С дегеніміз орташа, Е дегеніміз одан төмен, П жоғары.
әрқайсының аралығы 100 обороттан болады. П-ға қойсаңыздар 2200-бен істейді. С-ға қойсаңыздар 2100, Е-ге қойсаңыздар 2000. Енді әр экскаваторда ол әртүрлі кнопкамен көрсетіледі. Қарайсыздар сол неге? Соған қарай өздеріңіздің ыңғайыңыздарыңызға қойып аласыздар. Экранның қараңғы жарықтығын көрсетіп тұратын ол бір кнопка бар, ол жаңағы түнгі фармен бірге қосылады. Ортаға қойсаңыздар экран қараңғы үйде тұрады. Енді үшінші положенияға, үшінші ретке қойсаңыздар, ол кезде фары да қосып жанады, түнгі шырағы. Және экран қарайып қалады. Экскаваторда бәрі бар. Магнитофон, печка, кондер бәрі ішінде. Компорт жасалған, бәрі дайын. Ыстықта кондерді қосасыз, суықта печканы қосасыз. Ыңғайыңызға қарай талдап аласыз. Енді мен ең басты басқарылатындарын айтам. Және де осы менің қазақша YouTube каналымды қолдап қуаттап, міндетті түрде астына пікір жазып, достарыңызға мен бөлісіп, WhatsApp-тарда таратып, дамуына атсалысып қойыңыз. Екі алдыңғы рычагтан кейін қолыңыздың екі жағында екі джойстик тұр, міне. Джойстик дегеніміз ол жұмсақ басқарылатын зат. Артқа тартсаңыздар, үлкен стерла дейді. Жаныңыздағы тұрған мына үлкен стерла деп айтады оны. Артқа тарсаңыздар, үлкен стерла көтеріледі. Оң қолыңызда артқа тарсаңыз, үлкен стерла көтеріледі. Алдыға итерсеңіз, түседі. Солға жисаңыз, күректі жияды. Оңға ашсаңыз, күректі ашады. Бұл 4 бағыттан тұрады. Міндетті түрде осыны жаттап алсаңыз, ол басқасы қиын емес. Қайта бір көрсетейін. Артқа тартасыз, түбіндегі үлкен стерла көтеріледі. Алдыға итересіз, ол түседі. Оны ақырын істейсіздер. Үлкен стерла ең басты стерла ол, соны ақырын істейсіздер. Оңға жиясыз, көпшік жиылады, күрек. Солға ашасыз, күрек ашылады. Сол жақта артқа тартасыз, кішкене стерла дейтін алдыдағы. Оны кішкене стерла деп айтады. Артқа тартсаңыз, кішкене стерла өзіңізге қарай келеді. Алдыға итерсеңіз, ашады. Оң жаққа алсаңыз, оңға бұрылады, солға алсаңыз, солға бұрылады. Бұл да 4 бағыттан тұрады. Міндетті түрде осыны жаттап алыңыз. Бізде міне екі аяқпен басатын көзінсаның жанында педал тұр. Ол педал отбойникті қосатын педал. Ол кей экскаваторда бар, кей экскаваторда жоқ. Ол тасты шағатын құрылғының педалы. Ол маңызды емес, ол тас шаққан жағдайда қана қосылады. Достар, міндетті түрде осы 12 түрлі бағытты жаттап алыңыздар. Оң қолымызда 4, сол қолымызда 4, екі аяғымызда 2-ден 4. Сол 12-сін жаттап алсаңыздар, экскаваторды сізде өз қол аяғыңызды басқарғанда емен-еркін игере алатын боласыз. Есте болатын нәрсе, экскаватор орнында тұрғанда қозғалып қопақтамас үшін
Үлкен сырла ол ең басты ролда болады. Экскаватордың бүкіл қозғалысын сол ұстап тұрады. Сол үшін үлкен сырланы қозғаған кезде жаймен қозғайсыздар. Оң қолда артқа тартсаңыздар, ол үлкен сырла көтеріледі. Алдыға итерсеңіздер, үлкен сырла түседі. Солға жиясыздар, көпшікті жият. Оңға ашасыздар, көпшікті ашат, күректі. Естеріңізде сақтап алыңыздар. Бос уақыттарыңызда қайталап жүріңіздер. Естеріңізде жақсы қалады ол. Сол жақта тоже. Солға бұрасыздар, солға поворот. Оңға бұрасыздар, оңға поворот. Артқа тартасыздар, кішкене сырла. Өзіңізге келеді, күрекпен бірге алдыға итересіз. Күрекпен бірге артқа кетеді. Қиын ештемесі жоқ. Сізде сынап көріңіз. Міндетті түрде сізде мықты бір экскаваторшы, мықты бір өзіңіздің қызыққан жұмысыңыздың маманы болып шығасыз. Бастысы өзіңіздегі қорқынышыңызды жеңіңіз. Қазақта сөз бар: кім тәуекел етпейді, мақсатына жетпейді. Әрқашан тәуекел болыңыз, мақсатшыл болыңыз, мақсатты алдыға қойып ниеттенсеңіз, сізде мықты бір экскаваторщик болып шығасыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. КамАЗға қалай тиеу керек, қалай тиегенде оңай болады, қазір көрсетем. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыз. Қай жағынан тиеген дұрыс енді? КамАЗ 90 градус тиеу керек қой. Шама бар 60 болса болады. Енді 90 градус тиеу дегенді қалай түсіндіреміз? Мына қазіргі біздің тиеп атқанымыз алдынан алып жанынан тиеу 90 ғой. Алдынан алып артын айланып тиесең 180 градус болып кетеді. Ол уақыт алады ғой. Сонда мына жанынан тиеп уақыт ұтамын дейсіз ғой, иә? Иә. Қай жағынан бастап тиеген дұрыс енді? Алдынан артына қарай тиеген дұрыс қой. Алдынан артына қарай тиеген дұрыс, иә? Негізінде бірінші рет табанына бір рет төсеп алу керек, майда тас. Мұндай тас тиеген кезде борттың астына бір рет майда тас төсеп шығу керек. Борттың астына бір рет майда тас төсеп шығу. Сонда тасылдамайды қатты. Машинаға да қатты тас түспейді ғой. Соған қалағаныңызды сала бересіз деп тұр ғой? Иә, содан кейін қалаған жеріне сала бересің. Сіркінісі қатты удар болмайды ғой. Мына борттан ең төмен болған 50 сантиметр жоғары алып жүру керек қой. Қауышқышы. Борттан 50 сантиметр жоғары алып жүру керек, иә? Ең төмен болғанда. Ең төмен болғанда. Болмаса экскаватор қозғалып кеткен жағдайда бортқа тиіп кетуі мүмкін. Тас тиеген кезде алып жатқанда бір рет ақырын сілкіп алу керек жай. Бір сілкіп алу керек, иә? Күректі ғой, иә? Иә, күректі. Төгіледі. Жолға шашырамайды ғой. Сол жүрекей. Басынан бастап аяғына қарай жиіп келе жатсыз ғой. Иә. Экскаватордың ең күшті кезі стрелланың бір сызыққа келгендегі алған кезі ғой бұның. Экскаватордың ең күшті кезі.
Мынан енді үстін баттайсыз ба? Үстін жай итеру керек бұны. Өте қатты. Еуға келмейді. Қатты басуға келмейді. Иә, осылай сырғатып отырып тегістеп шығу керек қой. Сіз сонда пабардан тиеп атсыз ғой? Иә. Сонда тастар құлап кетпес үшін ба? Тастар құлап кетпесін, шет жағын өте шетін тастарды батырып қою керек мындай борттан шықса. Қауіпсіздік дейсіз ғой? Иә, қауіпсіздік. Деп мына оң жағына көгішталай қоясың, сонда көреді шопыр. Сигналды естімеген жағдайда? Иә, сигнал жоқ жағдайда осындай қойып, көгішті тарсылдатуға болады, дыбыс беріп. Одан кейін көгішті былай шаншып қою керек жаңағы. Келген жағдайда КамАЗдар шегініп келсе де цилиндрға тимейді. Жаңағы соғып кеткен жағдайда да. Артқа бергенде цилиндрге соғып қалмас үшін ғой? Иә, цилиндрді ішіне кіргізу керек. Тоқтатқан кезде осы положениеға қойыңыз. Тік және ретті көрер көзге көрнекті болсын.